Керемет. Фара бола ма? Фара әрине болады. Фара. Вау, Ерасыл күшті. Өткен жолы жұптық ұсынысты дұрыс жасай алмай қалғаны, не бүгін орын толтырып жатыр. Жұптық ұсынысты дұрыс жасай алмай қалдым, сол үшін бір көңілімді білдіргім келді. Және де мына сыйлық саған, аз да болса көп тиі көр енді. Тақ берсеңізші өзіңіз. Алқа болса. Алқа ғой, е? Иә. Әдемі. Не болды? Ерасыл көмектесейін бе? Ана, аша алмай кеттім ше? Қолыңыз дірілдейді ғой өйткені. Иә, асуға түсінбеймін. Түсінбейсіз? Иә. Бұл білесік қой негізі. Білесік ба, иә. Мамам таңдап берген ғой? Анаңыз? Иә. Вау. Рахмет көп. Жайғасыңыздар. Ұнады ма сізге аяулым? Иә, ұнады. Рахмет көп. Гүл шоқтары, білезік, ол жерде жүректің суреттері. Иә, енді бізде... Анаңыз таңдап берді, е? Иә, анам таңдап берді. Бізде таныстық негізі жақсы болып жатыр. Ешқандай бір арамызда суықтық жоқ. Бәрі керемет. Қыз да ұнап жатыр. Өте тәрбиелі, өте жақсы қыз. Бірақ кейде моменттер болады да енді. Жұп болған соң арамызда енді ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой енді. Арамызда бір әңгімелер болып қалады. Алдындағы Тимурдың үміткері келді ғой. Сол кезінде менің реакциямды айтады. Не реакция анау дейді да маған. Сіз де реакция беріп қойдыңыз ба? Иә, мен жалғыз хамома десем? Иә. Енді бір қандай әдемі қыз деп реакция беріп қойды. Реакция бермеске болмады, енді ол жерде мойындау керек. Иә. Диана ханым, мен Ерасыл жұп болғанда мен болмадым ғой эфирде, және де бірінші рет көріп отырмын. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Ерасылға айтқым келеді. Жалпы Ерасыл шынымен де жақсы ер азамат. Имеется в виду молодец дегенге, потому что көптеген жігіттерге үлгі ретінде үлгі аласың сен. Қанша айдан бері отыр, үміткерлер келеді, ой, анау ұнамайды, ана қыз мынандай, мынандай. А сен келдің сразу жұп болып кеттің. Это очень классно, молодец. Аяғын берсін деймін да, күшті болсын деймін. Ұзағынан сүйіндірсін. Бірақ мен үміткерді мақтағым келіп тұр. Бір қола, мен үміткерді наоборот қызды мақтап өтейін. Қандай қол? Ананда предложение істеді, қолында ешнәрсе жоқ. Предложение, онда да ештеңе істемей. Бір сондағындай. Бізден мен не представляю, не болса енді түртіп айтпай-ақ қой, негер ондай болса, по-любому нет, не надо деп шатындар болады-ау деп ойлаймын. Молодец, осы қарқынынан тайма. Рахмет көп. Ұзағынан негізі саған сұрақта, сен реально өмірде де характерің осындай ма? Или просто бір-екі мәрте шығып, қандай характер? сен мияқта эфирде маған анда не істемесін, халық сөйлемесін деп, сондай сыпайылық көрсетіп жатсың ба? Өмірде де сондай тұйықтау, аз сөйлейтін сондай қылсың ба? Жоқ, енді түрім может солай ұқсайтын шығар. Жоқ, сен өзіңнің поведениең, өзіңді ұстауыңа қарап айтады. Анда лишний раз сөйлемеу, тұйықтау, өзіңді ұстау, сыпайылықты көрсетіп, инноваторлық. Жоқ, мен мінезім тұйық емес. Баршылық. Үміткер қобалжып отырған болар. Осы мен екінші рет па, үшінші рет қана студияда шығар. Сол себепті деп ойлаймын, бірақ Диана ханым мен көре алмаушылық емес, еш нәрсе емес та, просто мен сенбеймін бұл жоққа, Диана ханым. Сенбейсіз? Иә, себебінде өткенде, біз сені бірінші рет караокеден көрдім, мен бір суықтық байқаған сияқтым, Диана ханым Ерасылдан бір ерігіп отырып жасай салған сияқты ма сол кезде, или халықтың сөзіне еріп па, нақты қатысушылардың қолдауына бола ма, солардың сөзіне намыстанып, құр намыспен бүйтіп ұсыныс жасай салған сияқтысың Ерасыл сен. Жоқ, көзбояушылықта қажет жоқ. Сұлтан, сен сенбеймін деп отырсың ғой, саған да біраз адам сенбейді, сол сияқты, это нормально, это правильно, сенің пікірің ол. Мен наоборот бүйтіп айтқым келеді, басында Ерасылды мен жақтырмайтын, мынау қандай бала депші Диана ханым. Сөйтіп жақсылап бұрынғы эфирлерімді қарап шықсам, 2 жыл бұрынғы тура өзім сияқтыгандай екен ғой. Негізі қолдаймын. Бұл жігітті андай да решительно, прям вовремя келді, түсінді, мына қызбен бірдеңе